келбек деп атап кетіпті. Деп себепті алады. Ол әжесінің үйіне бару үшін орман арқылы өту керек еді. Ол орман арқылы өтудің қаншалықты қауіпті екенін білмейді. Сен қайда барасың? Мен әжемнің үйіне бара жатырмын. Ал әжем қайда тұрады? Әжем бе? Әжем орманның ар жағында ауылда. Ауылдың ішіндегі тиген ағаста ең бірінші үйде тұрады. Деп қызыл келбек әжесінің тұратын жерін дәл айтып береді. Жарайды. Мен де сенің әжеңнің қалжақтай сұрауға орайын. Сен анау жолмен жүр, ал мен мына жолмен жүрейін. Деп қасқыр өзіне төте жолды таңдап алады.